Балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 55-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы шөл далаға саяхат. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Шөл сөзін естігенде ойымызға не келеді? Шөл бұл ауа температурасы құбылмалы, жауын-шашын өте аз түсетін климат жағдайында қалыптасатын жердің кедір-бұдырының бір түрі. Балалар, екінші тапсырма бойынша таныстырылым дайындаңдар. Сызбада шөл даланың ыстығынан сақтану үшін не істейсіңдер? Сызба сурет арқылы көрсетіңдер. Шөлді жерде жүретін көліктердің суретіне логотипін табыңдар. Шөл далаға лайық киім-кешек алатын заттарыңды дайындаңдар. Сызба немесе топтастыру арқылы көрсетіңдер. Үшінші тапсырма түртіп алу әдісімен оқы. Шөл. Шөл жер шарының ыстық әрі құрғақ өңірі. Дүние жүзіндегі ең үлкен шөлдер Африкадағы Сахара, Аустралиядағы Виктория, Оңтүстік Америкадағы Атакама шөлі. Азияда орналасқан ең үлкен құмды шөлдер Қарақұм мен Қызылқұм. Өсімдіктер мен жан-жануарлары ылғал тапшылығына шақырайған аптап күнге, сусыған құмға бейімделіп алған. Қарақұм шөлінде жаз кезінде көлеңкедегі ыстық градусқа дейін барады. 50 градусқа дейін барады. Құмның ыстықтығы соншалық оған жұмыртқа пісіруге дайын. Мұндай аптапқа өсімдік қалай шыдайды екен? Шөлде өсетін сексеуіл, жалпақ жапырақты орман ағаштарына мүлде ұқсамайды. Онда жапырақ орнына сөлге толы қошқыл жасыл шашақты бұтақтар өседі. Себебі жапырақ кіші болған сайын ылғалдың булануы азаяды. Өсімдіктер осылайша сая таптырмас аптапқа да қалыптасады. Шөл өсімдіктерінің денені ылғалдың мол кезінде, ерте көктемде немесе күз түскенде тіршілік етуге бейімделген. Ерте көктемде құмның арасы бірнеше апта кілемше құлпырып ғажайып түрге енеді. Көп ұзамай аптап күн осынау жасыл кілемді сарғайтып, тез күйдіріп жібереді. Алайда өсімдіктер гүлдеп, тұқым шашып үлгереді. Шөл жәндіктері де аптап ыстықтан пана табудың жолдарын біліп алған. Олардың көпшілігі күндіз ін түбіне жатып, күнкөріс қамына түнге қарай кіріседі. Міне, сусыған қызыл құмның жалында тас мүсіндей қатып кесіртке тұр. Ол құйрығын әредік қайқайтып, өзінің қорегін майда қоңыз бен көбелекті аңдуда. Бұтаққа оралған сұр жылан өз олжасын бағып, қалшиып қатып қалыпты. Ол кесірткенің өзіне таянған сәтін күтуде. Оны оқ жылан деп бекерге атамаған. Құм жылдарының арасы шұрық-шұрық інге толы. Бұл ірі құмтышқанның жер асты қалашығы. Осы арадан ұзындығы 1 метрден асатын алып алабажақ кесіртке келесті де кезіктіруге болады. Сүйріктей сұлу қара құйрықтың көзді ашып, жұмғанша құм жалдан асып бара жатқанын байқайсың. Шаңқай түсте шөлдегі тіршілік мүлде толастағандай. Жануар жәндік атаулы қыбырсыз көлеңкелеп жатады. Жал-жал құмды түнде қолшаммен араласаң, неше түрлі жануарды кезіктіресің. Құмға қарағанда тастақты саздақ шөл даналының тіршілігі әлде қайда жұтаң. Тас болып кеуіп қалған қу тақыр, жусан мен көкпектен басқа жөнді ештеме өспейді. Сазарып жатқан шөлді жәндік атаулының көпшілігі мекен ете алмайды. Мұндай шөлдің бірі Қазақстандағы бетпақ дала. Осынау тақтайдай қу тақырдан жаздың ыстық айларында ұшқан құс жүгірген аңды кезіктіру қиын. Су бар жерде ну бар дейді халық мәтелі. Су шөлдің кейпін мүлде өзгертіп, гүл жайнатып жібереді. Жайқалған мақта танабы, шырынды жеміс, қауын қарбыз судың дарқан күннің қуатымен пісіп жетіледі. Жердің шөлін қандыру үшін
Адамдар ерте заманнан бері қолдан тоған байлап, арық қазып суармалы егісті пайдаланып келеді. Жыл сайын шөл даланың игерілген бөлігі молая түсуде. Тапсырма: шөл өсімдіктерінің қандай ерекшелігі бар? Шөл өсімдіктерінің көпшілігі аптап ыстыққа бейімделген. Мысалы, шөлде өсетін сексеуіл жалпақ жапырақты орман ағаштарына мүлде ұқсамайды. Онда жапырақ орнына сөлге толы қошқыл жасыл шошақты бұтақтар өседі. Себебі жапырақ кіші болған сайын ылғалдың булануы азаяды. Шөл өсімдіктері ылғалдың мол кезінде ерте көктемде немесе күз түскенде тіршілік етуге бейімделген. 5-ші тапсырма: бетпақ даланың сипатын тауып оқы. Құмға қарағанда тастақты саздың шөл даланың тіршілігі әлде қайда жұтаң. Тас болып кеуіп қалған қу тақырды, жусан мен көктікеннен басқа ештеңе өспейді. Сазарып жатқан шөлді жәндік атаулының көпшілігі мекен ете алмайды. Мұндай шөлдің бірі бетпақ дала. 6-ші тапсырма: шөл даланы игеру дегенді қалай түсінесің? Шөл даланы игеру қолдан тоған байлап, арық қазып суармалы егісті пайдалану. Маржан: күнделікті ақпарат құралдарынан, газет, журнал, энциклопедиялық анықтамалардан қоғамдағы өмір, ғылым, мәдениет, тағы басқалар жайлы әдеби танымдық мақалаларды, хабарларды, күнделікті жаңалықтарды оқуға болады. Тапсырмаға қараймыз. Жазылуы қате сөйлемді анықта дейді. Шөл дегенде қайнаған су іш, шөл дегенде қайнаған су іш. Бұл жерде қате сөйлем. Шөл дегенде қайнаған су іш. 9-ші тапсырмаға қараймыз. Шөлді жер туралы қандай жаңа ақпарат алдың? Шөлді жерлер Африкадағы Сахара, Аустралиядағы Виктория, Оңтүстік Америкадағы Атакама шөлі. Азияда орналасқан ең үлкен құмды шөлдер Қарақұм мен Қызылқұм. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.